Assalamualaikum, alyomedia.com сайтының ағзалары сіздер менен біргелікте 2 май һәм 17 май аралығында дастан һәм Тимурға өздеріңіздің сорау һәм пікірлеріңізді қалдырың деген едік. Бүгін сорау һәм пікірлеріңізге жауап алатын күнге де жетіп келдік. Демек бізбенен бірге дастан һәм Тимур. Қош келіпсіз жігітлер. Рахмет. Демек сораулармен таныстырып өтемен. Тағаташ қаласында тойда келіншек деген қосықта айттыңыз. Не себеп деп Миясар ісімді ықыласбеттіңізден? Енді Миясар ықыласбетімізге рахмет айтып қалам. Сорау үшін енді Тағаташта білмем бұл қайсы тойда айтып отырды, бірақ келіншек деген бір қосығымыз бар еді, шоқ. Білмем, соны айтқанда бұл басқашылау ойлап қалдым дедім да, бірақ енді бұл келіншек той болған үшін айттық деп. Келіншек қосық айттық. Рахмет. Және бір сорау, қосықларыңыз неге қайғылы деп Бану? Енді қайғылы қосыларымыздың қайғылы болған себебі, қайғылы қосылар көбінше адамның жүрегіне жақын тез жетіп барады, сол үшін қосыларымыз қайғылы деп ойлаймын. Рахмет. Кейінгі сұрау, неге Квенде көрінбей кеттіңіз деп Жұлдыз ісімді ықыласбеттіңіз? Енді Квенде 4 жыл дауымында Туран командасында ойнадық. Енді оқып жүрген Ажнияз атындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институтында оқып жүрген уақытлары, студенттік уақытлары ойнадық. Енді оқып пісіргеннен соң қоюға мәжбүр болдық. Бәрібір мен қайтқымыз келеді, қайттан ойнадым. Мен шақырса ойнар едім. Енді қазір уақытта қосып бірінші олар. Және де сол КВНді қойғанымыздың себебі, баршаңыз ықыласбектеріміз көргенде 27 март күні концертіміз болып өтті. Соның таярлығында жүрдік бір жағынан, КВНге де қолымыз тимеді. Және бір сұрау, ықыласбектеріңіз әдден қосық айтыңыз қалесе не қылған болар едіңіз деп Жасур ісімді ықыласбектіңізден? Енді әдден қосық айту ойымызда бар, құда қалесе. Енді Тимурам өзі әдден қосық шығару мүмкін, менім шығару мүмкін. Дастан Тимур деген енді бұл қатып қалған емес та мәселен. Тимурам өзінің мәселен адамдарын шығару мүмкін, бірақ әзірше ондай ойымыз жоқ. Рахмет. Және де билетім менің концертке кіре алмай қалдым деп Ақжарқын ісімді ықыласбеттіңіз. Енді біз ықыласбетімізден біріншіден кешірім сұраймыз, екіншіден ықыласбетімізге айта жағымыз сол концерт күні сәл ерте келгенде может кіретін бе еді сол концертке деп. Біз бұл жерде шарасызбыз дейді осындай. Дұрыс, рахмет. Кейінгі сұрау, және де концерт неге 27 март себебі неде деп Ұлық ісімді ықыласбеттіңіз? Рахмет дейміз Ұлыққа. 27 март болған күн көпшілік айтып жатады, не үшін? Мәселен, Тимурдың туылған күні ме, я сенің туылған күні деп ойлағанда, бірақ ондай емес. Марттың басынан бастап концертіміз шөгілместен ниетіміз болды, бірақ қайшы күнге қою. Марттың ақырында 27-сі үшінші күнге тура келетін болды. Сәрсенбі күн сәтлі күн дейді, соның үшін 27-сі қылып қойдық. Аптаның ортасы болған үшін сол күнге белгіледік. Рахмет. Және де сұраулар бар. Қайсы клипіңіз өміріңізден алынған деп Әлия? Енді клиплеріміз өмірімізден емес, бірақ өмірден алынған. Мысалы қылып екі қосты айтып аламын. Болды кет менен түсінбедім деген қосығымыз өмірден алынған. Рахмет. Және де рэп жөнелісінде қосық айту ниетіңіз бар ма, айтып көрдіңіз ба деп Мақсат ісімді тыңдаушыңыз. Рэп ойымызда болды, бірақ айтып көру, енді айтатын ниетімізде бар, құда қаласа ықыласбектерімізге бір әнам етеміз. Рэп қылып шығарып, енді қайдам қандай қабыл етеді, өздері тыңлап баға беретін еді. Маған Дастан айтатын еді, рэп айтып көрсем екен қасында жүріп деп. Рахмет. Давам етеміз. Зеро ісімді ықыласбеттіңізден. Ассалаумалейкум Дастан һәм Тимур. Сұрауым сіздерге. Қосықларыңыз кейінгі уақыт бір жөнелісте болып кетті ғой. Бұған не себеп? Клипларда әзіл формада болмай кетті. Қосықларыңызды сүйіп тыңлаймын, сіздерге алдағы дөретушіліктеріңізде әуметлер деп Арман Нөкістен. Рахмет.
Енді бір жөнелісі болып кеткен себеп Дастан Тимурдың бір жөнелісі бір, әзірше әр қосшының өзі бір жөнелісі болады ғой, сондай. Әзірше бір жөнелісте жүрміз, бірақ hazil формасында клип істеу ойымыз бар, істегенде көпшілік тыңдаушыларымыз hazil формасында клип шығарып со деп айтпайды, бірақ сәл қайғылы қосыларды көп айтады да, ана қосыңыз клипің жақсы шықты, анау жақсы шықты, бірақ hazil форманы білмедім. Кімге қандай жетіп барады. Енді alionmedia.com сайтына өзіме кіріп тұрамын тез-тезден. Енді кіргенде комментарияларды көремін де бір комментарий қалдыратын бір тыңдаушыларымыз бар, енді жоқ емес. Неге мынандай дейді да. Енді алдыңғы жыл қарап тұрсам, ондай имканият жоқ адам бұл мәселен да. Сол alionmedia.com сайты биыл ашылып, осындай имканият болып жатыр. Клиптерді жайғастыру, үйінде отырып тек компьютерді ашады, компьютерден өздеріне тартып алады керек. Келген жас түрін қосқан өзім. Енді осы имканият неге соны қолап қуатламай, неге бұндай деп жазады. Енді клип жарайында өзі жүріп көрсе, түсінеді біздер, тур түсінеді деген ниеттеміз. Рахмет деп қаламыз. Кім тыңдаушымыз жіберген? Мақсат. Ләжі барынша әртүрлі жөнелісте қызметтерімізге ойымызда бар құдай қаласа, інім етеміз жақында. Және де Айбектен келген сұрау, неге концерттен кейін тынып қалдыңыз? Қосық ямаса клип шығармай жатсыз депті. Біз концерттен кейін тынып қалмадық. Себебі республикамызда райондарымыз сапаға жүрміз қазір, гастрол концертіндеміз. Сол үшін сәл іркілісіп жатыр. Құдай қаласа қызметтерімізге таза альбом, таза қосықтарымызды інім етеміз. Демек, Тюнистен келген сұрау, әзірде әуелен бар, ассалаумалейкум, Дастан, бір ойлап көрің. Сізде бір имканият бар. Сіз океанның ортасында тұрыпсыз. Океаннан тек бір адам шығып кете алады. Ал сіздің қасыңызда Тимур бар. Сіз қайсы жол таңдаған болар едіңіз? Тимур океанға таслап өзіңіз шығып кететін бедіңіз? Я болмаса Тимурды құтқарып қалып өзіңіз шөгіп кететін бедіңіз? Я екеуміз де океанға шөгіп кететін бедіңіз? Жауапты анық толық тәрізде қайтаруыңызды сұраймын деп Тюнистен келген бір hazil формасындағы сұрау. Жақсы қиын екен, Жақсы сұрау екен, имканият. Тимур тастап кететін бедіңіз депті. Енді кемеге түскеннің жаны бар деген нақыл бар ғой, енді меніңше Тимур тастап кетпейтін енді. Себебі кемені тастап кетсең, енді кемені тастап кететін Тимур екен жүз. Дұрыс, Тимур, сен сондай жағдайда болғанда Дастанды тастап кететін бе? Мені тастап кетпейтін едім. Айтқандай жүз кететін екен, кемені тастап. Бірақ сен болғанда тастап кететін сен. Сен ислам сондай сөйлейді. Дұрыс, енді мына өзімнің сұрауым бар да сіздердің екеуіңізге. Мына көбінесе мына оқуда жүргенде, мына көшеде жүргенде, беріп тұршы. Мына ойыншы ішіп қояды біздің су ғой. Жаңа сұрау. Мына оқуда жүргенде, көшеде жүргенде, мына үйге келгенде болады да, сол сәтіне. Мына көбінесе жігітлердің арасында болады. Сол сіздерге бола ма сол? Мен айттым, соның тойға бармай қойып дедім де. Сөйтіп кетіп қалды сол тойға. Сол екінші барда шығып оқыдан соң қайтып кеткен да, сөйтіп оған бағырған негіз оған. Сөйтіп болғанда болмау керек еді да сол затын. Болмау керек. Жақсы, рахмет. Және де Саламат ісімді ықыласмендіңізден бір сұрау бар. Концертте албыраушылығыңыз көп болды, бұған не себеп болды? Жұмыстарыңызда табыстар, шаршаман қосықларыңыз зор депті. Рахмет айтамыз Саламатқа. Енді концертте албыраушылық деп, енді бұл біздердің көптен күткен, 4 жыл давамында күткен концертіміз болды. Көптеген ықыласмендерімізді көргенімізден бір жағынан албырадық, бір жағынан қуандық десек те болады. Енді бірінші концерт болғаннан кейін албыраушылық болады. Рахмет. Және де бір Гүлмира ісімді ықыласмендіңізден. Ассалаумалейкум, Дастан һәм Тимур. Орыс қызы Елена туралы қосық айттыңыздар. Енді Гүлмира деген қосық шығармайсыздар ма? Әлбетте бұл hazil болатын, бірақ шығарсаңыздар қарсы болмай ма депті Гүлмира ісімді ықыласмендіңіз. Енді әрекет етеміз гозал қызларымыздың атларына әр қайсысына бір қосықтан шығару ойымыз бар. Тақалесе, етеміз. Рахмет. Және де критиктен келген SMS. Сіздерге сұрау, неге әмме қосықларда Дастан һәм Тимур деп жазасылар? Тимур Дастан деуге болмай ма депті? Тимур Дастан деуге енді бұл hazil формасында жазып жіберді. Болады, әлбетте ендігі клиптерде әрекет етіп көреміз Тимур һәм Дастан деп бастауға. Енді менің бұл сұрауына қосымшада Тимур һәм Тимур Ислам Дастан һәм деуге болмай ма сол? Сен өзіңнің атың сөйлетіп қойып да. Сен үйіңі бар, телевизияның бір қаптанынан қағаздан ислам деп жазып алды, деп бір қаптанда скочлап өлдіріп қой деп, постоянно тұрады сол. Біздер бит қой, үшеуміз. Сіздердің жазуыңыз неғылап тұрады? Үйтсемін болады. 3-4 сөйлетің мынандай мүйішіне қой, постоянно тұрады сол. Рахмет мәслихат үшін. Әзірде
Max 91'den kelген sorau. Дастан һәм Тимурга сәлем. Және де менің сорауым, нешінші жыл һәм қай жерде туылдыңыз? Менде бір қосықшымын пәлектің астында жатқан. Бір иләжі болса, мен де сілермен қосылып қосық айтсам депті. Қалай қарайсыз депті. Енді Макс деген досымызға рахмет айтамыз. Мен өзім сол бірінші сұрағына жауап беретін болсам, 1989 жыл 3 ноябрь күні Нүкіс қаласында туылғанмын. Дастан? 1988 жыл Нүкіс қаласында Радомда туылғанмын. Рахмет. Және де Гаухардан бірге қосық айтуға бола ма депті. Әлбетте болады, әлбетте. Тек бізге келіп хабарлассаңыз, бірге қосық айтып көруге әрекет етеміз. Рахмет жауаптар үшін. Alomedya.com сайты арқылы да хабарлассаңыз болады. Дастан һәм Тимурға сұрау. Дастан һәм Тимур өздеріне мас өмірлік жолда сауды, ол қызды қатты жақсы көріп қалды. Ол қызды жан жақлама сынады. Әр тәріплеме екеуі бір-біріне сай келді. Характері әмме жағынан үйлену мақсатында қыздың үйіне ата-анасын жіберді. Екеуіне қыз қарсы емес, бірақ үйінің қарсы болды. Ондай жағдайда Дастан һәм Тимур не қылған болар еді депті. Сұрау. Енді қосшылықты қою керек депті, иә? Ізін оқып өтейін да. Дастан һәм Тимур мұхаббаты үшін күресе ма, қосықшылықтан кешіп, басқа мамандықта жұмыс істей ма, яғни көп қыз көп қой деп мұхаббатынан бас кеше ма депті. Маған келетін болсақ, екеуі де толық жауап берсін депті. Маған келетін болсақ, мен мұхаббатым үшін да қосықшылығым үшін қоймауға әрекет етемін. Екеуі үшін де тырысамын. Енді мәселен жақсы көрген адамның өзінің таланған кәсібін ол хөрмет етіп білу керек, себебі өмірлік жолдасы. Меніңше ондай болмайды. Болған жағдайда мен оған түсіндіруге әрекет етемін, себебі менің кәсібім жақсы болған, өмірлік жолдасым жақсы. Рахмет, мынерде Гаухар ісімді тыңлаушымыз толық жауап алды деп ойлаймыз. Және де Мақсеттен келген сұрау. Дастан һәм Тимурға тілеклерім, ата-анаңыздың алдында һәм ағайын туысқандарыңыз һәм ықыласпенділеріңіз алдында ойнап күліп жүре берің. Қосықларыңыз хит болып шыға берсін деп Қалилкөлден Мақсет ісіміне ықыласпендіңіз тілек білдірген. Рахмет айтамыз. Рахмет айтамыз Қалилкөлдік бәрше ықыласпенділерімізге Мақсет достымыз арқалы өз сәлемдеріңізді жолдап қаламыз. Алжасан. Қайсың? Аржаннан. Мама? Ап кетер. Апарып қойып. Кім ол? Хайран болып отырған шығарсың, мына үйдің иесі да бұл. Сөйдің иесі бе? Соның үшін мына суды ефлесем сен. Және де Азымбек Утемұраттан келген сұрау. Ассалаумағалейкум Дастан һәм Тимур, сіздерге ижадларыңызда әумет тілеймін. Жауап үшін алдынан рахмет. Сіздерге жұмыстарыңызда һәм өміріңізде әумет, бақыт яр болсын деп тілек білдіремін. Сіздерге сұрауым, неге соңғы уақытларда клиплеріңізде Москвич автомобилі көбейіп баратыр? Баста біреу еді, енді үшеу болыпты. Енді клипте олар саны нешеу болуы һәм қандай реңде болады? Сағына клипіндегі Москвич жүре ма, яки тракторменен сүйреп апардыңыз ба? Просто сол машина ышқымның диуалларын жарықлап түсірді. Епке келсе сатып алacak ниетім бар. Машинаға қанша сорайсыздар депті. Хәзіл формасында бұл ойда. Енді Сағына клипіндегі Сары Москвичті көп ықыласпенділеріміз айтып жатыр. Неге Сары Москвич деген? Неге? Білмедім. Сары Москвич өздерімізге ұнады, һәм бір жағынан біздерге жақында жәрдем беретін клип жағынан Айбек Төлегенов деген ағамыздың Москвичі. Енді пайда бермес сенің көз жасың, басқа еді көп еді бұл. Ол мен сол машинадан менен біргекті Хорезмге жатына барып түсіріп Хорезмге барып түсіріп қайтқанбыз. Құлыққа барып Москвичпен құда қараса жақында бір клип істей жатырмыз. Соны айтып өтуіміз керек. Alomedya.com администрациясы мәселен біздегі бір қосты ұсыныс етіп жатыр да, әзіргі уақытта 5 достарымыз бенен Дарик һәм Алишер Исмаил һәм Дастан Тимур бесеуміз бір қосықта біздерге енді мынаны айтсаңыз қандай болады деген бір пікір тастаған. Енді біздерге ұнады, жақында оны қарасаңыз Alomedya.com сайтында премьерасы болады деген ниеттеміз. көріп бақар. Енді сол клипте құда қараса Нүкістің барлық москвичтерін жинап түсіріп жатырмыз. Соның үшін сайтымыздан ұзақласпаң деп қаламыз. Және де Тұрсынайдан келген сұрау. Ассалаумағалейкум, мен де сіздің ықыласпенділеріңіздің бірімен қосықларыңызды сүйіп тыңлаймын.
Маған қатты ұнайды, себебі қосқыларыңыз басқаша. Намаларда, сөздерде көп пайдаланбайтын сөздер. Әрбір шыққан қосыңызды сүйіп тыңдаймын. Сіздерге алдағы өміріңізде бақыт, денсаулық, күш, қуат, жұмыстарыңызда табыстар. Шұқыратыңыз бұннан да өрлей берсін, сүйгендеріңізге сүрінбей жетсін, айта берсін, тілегім көп сіздерге, бәрін тілеймін. Деп, және де сұрауын жолдаған. Қосқыларыңыз құры қызығушылық па, или біреуге арнайсыз ба, біреуге арнап айтқан қосығыңыз бар ма? Ол қайсы? Сосын жоғардан Гаухардың сұрауы мені де қызықтырып тұр. Жауапты асығыстықпенен күтіп қаламын. Гаухар сіздерге рахмет депті. Гаухардың берген сұрауына біздер жауап беріп өттік. Тұрсынайға енді? Тұрсынайға келетін болсақ, қосушылық, қызығушылық десек те болады, кәсіп десек те болады. Сен қосылаңыз біреуге арналған ба деп жатты. Арналған әр қосығымыз өзінің иелері бар, себебі біз сондай достарымыз бар, қосып жазып беретін. Мәселен, нағосты айтса, нағос сондай жазылып еді, себебі оғаннан бір өлтімас еткен. Нандай туралы жазып берсе, мәселен, мен нандай болып еді деп айтады, ол жазып береді. Меніңше біреулерге арналған. Рахмет. Тұрсынай ісімді ықыласпентіңіз толық жауап алды деп ойлаймыз. Және Тұрсынайдан тағы бір сұрау бар да, Дастан аға, өміріңізде шын мұхаббатыңызды ұшыраттыңыз ба деп сіздің адресіңізге жолданған сұрау. Енді ұшыратпаған адамның өзі болмаса керек, себебі мектептен бастанады дейді. Бірінші мұхаббат деген бар ғой, бірінші мұхаббат. Сол енді мектепте болғанда кім күліп барса соны жақсы көріп қала бередік, баяғылар. Енді соның арасында бірінші мұхаббатта бар меніңше. Соның үшін күлгенде абайлан дейсің. Күліп барса. Мұрат Торинязовтан келген сұрау һәмде тілек. Дастан һәм Тимурдың алдағы жұмыстарына табыстар. Үміт тілеп қаламын. Һәм қосқыларына зор гәп жоқ. Һәм және де қосқылар һәм таза клиплер күтіп қаламыз. Һәмме уақыт әумет тәрк етпесін. Қарақалпақ эстрадасын еледі гүлдете беруін тілеп қаламын. Құрметпенен Мұрат Торинязов ісімді ықыласпентіңіз. Рахмет айтамыз. Рахмет дейміз Мұрат достымызға да. Бұлар енді Қарақалпақ эстрадасында жаңа қосқыларменен кіріп келмекте. Үміт тілейміз. Рахмет, және де Алик ісімді ықыласпентіңізден сұрау бар. Әулем бар, ассалаумалейкум, Дастан һәм Тимур, және де aliomedia.com администрациясы. Сіздердің жұмыстарыңызда табыстар. Дастан Тимурға сұрауым. Егер анаңызды қапа қылып алғанда не қылған болар едіңіз депті? Енді әрбір адам анасын қапа қылбаса, кешірім сұрайды, ол тұрған көп. Енді қапа қылмауға әрекет етеді, себебі бәрі ана өзінің баласын жақсы болуын қалайды. Бағырса да, ұрса да, жақсы жолға салуын қарайды. Сондықтан ешкім қапа қылуға әрекет етпесе керек. Қолымыздан келгенше қапа етуге әрекет етсек те кешірім сұраймыз бірінші. Соның үшін әммеңізге тілегіміз, аналарымыз бақытымызға сау болсын, ешқашан қапа қылмаң деп қаламыз. Эльмирадан және бір сұрау келген. Дастан һәм Тимур, сіздер ең зор қосқышларсыз, үміттілер сіздерге де тілек білдіріпті. Рахмет айтамыз көп. Рахмет Гүли достымызға. Гүли енді сұрау жолдаған. Дастан һәм Тимурға сұрауым, сіздер қосқышылық тарауына қалай кіріп келгенсіз депті? Енді қосқышылық тарауына 2007 жыл кіріп келгенбіз. 2007 жыл қосық айтып басылағанымызда. Енді оғылар Тимур әбден айтатын еді, мен әбден айтатын едім. Екеуміз таныспай тұрыпты да. Енді оғылар айтқан кезде қосқыларымыз тек ағайларымыз тыңлайды еді. Ол кезде шығарған қосқыларымызды қоңсыларым күйеушін тыңлайды. Қалымыны жоға қатты сыртқа шығып қатты болған қоңсыларым тыңлайды еді. Кейінгі оқылар енді ықыласметлеріміз өз қосқылар ықыласметлерімізді тауып, осындай дәрежеге жетіп, Құда қаласа рахмет деп қаламыз бәріне. Енді сол тураумен кіріп келгенбіз қызығушылықпен. Рахмет. Енді менің өзімнің сұрауымда сіздерге екеуіңіз қалай табысқансыз? Табысқансыз емес, танысқансыз десе енді қалай танысып табысқансыз да? Қашан тойыңыз демейді? Оны айтуға енді сәл ертелеу. Енді жаңа айтып өткеніміздей, студенттік уақытта қонақтармен зеректілер көріп талауында бірге бір командада ойнағанбыз. Сол қонақтармен зеректілер біздерді таныстырған. Кейін табыстырған. Дастан Тимур болып қосқа айтып кетуімізге себепші болған десек те болады. Рахмет, және де мынерде критиктен келген сұрау. Сіздердің атқаруыңыздағы әзіл формасындағы Елена қосығы қай жерде хақиқатқа жақын? Сіздер хақиқаттан да дұрыстап орысша білмейсіз бе? Или как деп өзі орысша жазыпты. Рахмет дейміз достымызға. Енді
критик досымызға Елена арқылы қоссаңыз, Растанда болған оқиғадан алынған. Себебі енді орысша білмейміз емес, білеміз. Енді 100% емес де білеміз айтып. Енді Елена деген қыздан бір зат сұрай жақ болғаннан мен енді аты Елена ма емес білмедім. Маған орысшалап бір нәрсе деген, енді мен түсінбей қалмын сол жерде. Сөйтіп мен айтқанмын сол, тойға ертерек баруым керек еді. Қайтпай тұрып деп сол идея шығып, Тимурмен бірге ойласып, Елена қосып бірге шығарамыз. Что вы от меня не отстаете, а? Как это? Вот так вот? Вы хоть сами знаете, что вы делаете? Біздерім соны да пысқысаған, да? Қарақпақша айтсаңыз, түсінемін. Мы откуда знаем, ты Карбахский знаешь, Елена, сені сүйемін, я тебя люблю, тек соны білемін. Рахмет, және де Медет ісіміне ықыласымен сен. Ассалаумағалейкум Дастан һәм Тимур. Сұрауым, өмірдегі ұраныңыз һәм сол ұраныңызға бойсынып жасайсыз ба? Және бір сұрау, қосықшы болмағаныңызда қандай кәсіп иесі болар едіңіз? Алдынан рахмет, Нөкістен Медет. Енді өмірдегі ұранымыз деп, әрбір адам өзінің алдына ұраны болады, тек алғыран тілеу біздің ұраным. Ол ұранынан ешқашан бас кешпеймін. Қандай кәсіп иесі болатыныңыз дегенде, егер мен қосықшы болмағанымда врач болатын. Енді менің ұраным тек қана алға талпыну, менің ұраным болса керек, тек қана алға талпына беру болған. Ашылмайтын есік болмайды дейді, тек есікті қаға беру керек, бәрі бір күн кеп ашылар ол. Сол үшін алға талпыну керек. Қосшы болмағанда мен мұғалім болған болармын. Енді әзірім ойымда бар, бұда қараса, енді жылдардан бастап мұғалім болмақшымын. Рахмет, және де жаңағы менің сұрауым қайтадан келіпті, мен бұны көрмей қапқан. Гүлфері ісіміне ықыласпен тыңсен, Дастан һәм Тимур қалай табысқан депті, осыны танысқан деп аламыз. Қалай қарайсыз? Танысқан қонақтарым зерек. Қонақтар зеректер. Рахмет, бұған жауап алдық деп ойлаймыз. Гуличкадан және бір сұрау бар. Концерт неге қызық болмады депті. Гуличка тыңдаушымызға рахмет айтамыз. Концерт неге қызық болмады? Енді білмедім, бізден қолдан келгенше әрекет еттік, себебі қолдан келгенше әрекет етіп, қолдан келгенше таярландық, қолдан келгенше сіздерге нәм еттік. Көпшілік тыңдаушымыз бірақ ұнады деп айтқан еді, білмедім, бұл бірінші тыңдаушымызға ұнамапты, енді ендігі концертлер ұнайды деген ниеттеміз. Бұлас әрекет етеміз, ұнау. Кейінгі концерттерді құда қалайсыз, сіздің келмастан шынында әрекет етеміз. Рахмет, және де Мұрат Ториниясовтан келген SMS. Ассалаумағалейкум Дастан һәм Тимур, ең зор хит қосықлар істеп атырсызлар, көз сүймесін, елі хит қосықлар үстінде істеніп атырсызлар деген үміттемін. Сұрауым, егер сіздер бір қызды жақсы көріп қалдыңыз, ол қызда екеуіңізді бір-біріңізді жақсы көреді. Бірақ ол қызда сіздерге айта алмай жүрсіз, қандай жол тұтқан болар едіңіз? Жоқ үшін алдынан рахмет. Және де сайтымызға тілектерді білдірген. Енді бір қыз жақсы көріп қалған жағдайда білмеймін не болады, бірақ қазір ондай болған жоқ Тимур екеумізде. Бір қызды жақсы көріп қалсақ. Расымен де ондай еле уақия болған жоқ. Айтатын ек рас бірімізге өйтіп жасырмай мәселен Тимурмен де сырын жасырмайды, бір қыз жақсы көрсе, бір қызға бір айтатын болса, мен де оған жасырмай айтатын ек. Рахмет. Мынерде ең ақырғы сұрау бұл Мұрат ісімді досымыздан келеді. Демек, сайтымызда айтылғандай, ең жақсы сұрау иесіне бір Дастан Тимур һәмде сайтымыз тарапынан сауға бар еді. Енді сол өздеріңізге ұнаған сұрауды таңдап берін деп қаламыз. Көзде жасымда салуға жоқ ауазым, жыламақта кеуілдегі дәртлі сазым, сенен өтінішім соңғы ілтимасым, танысқан күніміз есіңде қалсын. Енді маған осы сұраулардың ішінде, қызметтеріміз тарапынан жіберген сұраулардың ішінде Гаухар деген сөзбен жіберген сұрақ болды. Біздерге енді бәрше сұраулар ұнады, ең ішінде Гаухардың сұрауы сәл ойландырып қойды, сәл енді қосшылық таңдайсыз ба, яки өмір жолдасыңыз таңдайсыз ба деген. Сол Гаухар деген қызымызға рахмет айтып қаламыз. Сізге арналған сауғаны осы alyonmedia.com сайтында сізбенен байланысып, жақын күнде осы сайт арқылы сізге сауғаны әлем етеміз. Демек, рахмет. Енді Дастан һәм Тимур сіздерге һәм ықыласпен тыңдасам, һәм өзім күтіп отырмын. Осы сайтымызда бір
жалпы ауызда бір өздеріңіздің жақсы көрген қосыңызды айтып берсеңіз. Айтып береміз, Құда қаласа жақында істеп жатырмыз. Бұл жақында шығатын қосын, келе шықпады. Енді тайм қойып қойыппыз. Бақтым атылы қосы, соны айтып береміз. Демек, alyomedia.com сайтында Дасан һәм Тимурдан жалпы ауызда бақтым. Премьера. Мархамат, тамам бақа берің. Қияларға беріліп сені құшсам, биік паруазларда бірге ұшсам, Лекін қолым жетпес жұлдызсам, жүрек ереді сені арман қылсам, сұлу көзіңмен қарасам, жүрегім жылытқан мыслі жасың, назық қалбімде періште қызсаң, бақтым ашылар қолыңнан тұтсам. Рахмет деп қаламыз. Демек, Дастан һәмде Тимур сайтымызға һәмде ықыласпенділеріңізге өздеріңіздің соңғы сөздеріңіз, тілеклеріңіз. Енді осы ықыласпенділерімізбен сәубетті бірінші орында бізге жарат беріп отқан alyomedia.com бәрше администрациясына, бәрше іс алып барушыларына рахметімізді айтып қаламыз. Ықыласпенділерімізге денсаулық дейміз, ешқашан біздерді естуден шаршамасын, біздерім қолдан келгенше сіздерге ұнайтын посттарды шығарып, сіздерге жеткізіп беруге әрекет етеміз. alyomedia.com сайтына өз миннетажылығымызды білдіреміз, һәмде үміт тілеп қаламыз. Сайтымыздан ұзақласпаң деп қаламыз. Alyomedia.com